Менің атым Алмаз, фамилиям Тоқабаев. Бір әйелім, 3 балам бар. Астана қаласында тұрам. Астанаға біз арман қуып келдік. Астананың барлығымыз Астана, бұл еліміздің астанасы деп келдік. Бірақ желдігіні қарасаң, Астана ұшатын пакеттердің астанасы. Ал осындай кафелерге келсең, неше түрлі көз қарайды да, былай саған бүйтіп, кіргеннен бастап, бүйтіп, аяғыңнан бастап, мынау кім, қасындағы әйелі ма, қызы ма. Содан шығатын қорытынды Астана кәрі қыздардың астанасы. Жоқ, рас. Ешкім қол соқпайтынын білем, бәрін ауыр тиеді. Ауыр да болса айтайын. Мен негізі өкінішке орай мен өзімнің өмір тарихымда әйел бақыты деген бағдарламада 8 ай сценарист болып жұмыс істедім. Рас, ол болған. Сондықтан да әйелдердің жан дүниесін түсінемін, жалпы кәрі қыздар қайдан шығады деген бір классификация. Негізі кәрі қыздардың бірінші түрі ол карьеристер. Мектепті алтын белгіге, содан кейін университет, қызыл диплом, магистратура, докторантура, пәтер, үй, жұмыс, мен байсыз қалдым деген. Ана жақ қана қол соғып отыр, қыздар алмайды. Мына жақтың қыздары жек қояйын деп қарап отыр, әшейін бізден ең бар деген сияқты. Олардың негізгі айтатын, кәрі қыздардың, жаңа карьеристлардың айтатын сылтауы нормальный еркек жоқ дейді. Негіз нормальный еркек бар, олар занят. Олардың әйелдері бар, балалары бар. Сіздер жан-жақтарыңызға қарамай жұмыс істеп жүрген кезде олар үйленіп кеткен. Негізі олардың күйеуге тиетін шансы өте аз. Олар бүйтіп қойған требованияны азайту керек, либо вообще күйеуге тимей қалады. Карьеристка қыздарға болса құлағын алтын сырға, солар үшін бірді қол соғып қойыңыздар. Өз-өздеріңізге қол соқсаңыздар да болады. Екінші кәрі қыздар ол үй күшіктер. Вообще үйден шықпайды. Негізі олардың кезінде бір ғашық қыздары болды, мектепте екен, бірінші, екінші курста. Олар ғашық екенін білдіруге ұялды, білдірсе кездесуге ұялды, кездесе қолын ұстауға ұялды, қолын ұстаса сүйісуге ұялды, сүйісуден ары қарайғы движение олар үшін вообще страшный нәрсе болатын. Қазір олар сайт знакомствода отырады. 40 жігітпен танысады, бірақ біреумен кездесуге бармайды. Бірақ оларда күйеуге тиетін шанс көп. Олардың барлығы ана подружкалардың шустрилығына байланысты. Өзі сияқты бір ялчақ жігітке күйеуге тиеді. Сол ялчақ жігіт қыздар үшін тағы бір қол соқып қойыңыздар. Одан кейінгі тағы бір кәрі қыздар ол іскер әйелдер. Іскер қыздар. Деловые женщины. Альфа-самки. Олардың ойынша еркектердің бәрі арам тамақ. Еркекке сенгенше екі босағанға сен бәрін өзім істеймін. Ол даже бір жігітпен танысса, ол жігітті полностью өзгертіп шығады. Киімі ұнамайды, прическасы ұнамайды, жүргені ұнамайды, тұрғаны ұнамайды, сен бүйтпе, сен сөйтпе, сен бүйтпе, оған қай еркек шыдайды, бәрі қашып кетеді. Аяғында өз жалғыз қалады. Олар бірақ күйеуге шығады, бірақ бір подкаблучникке күйеуге шығады. То есть үйленеді соған. Менікі де. Сондай іскер әйелдеріміз үшін бір қол соқып қойсаңыздар болады. Енді бір тағы бір кәрі қыздар бар, олар қиялилар. Олардың бір фантазировать етіп алған несі бар, ханзадасы бар. Бір жігітпен танысады, соны бүйтіп қарайды да, жоқ мынау келмейді дейді маған. Менің жігітім деген бойы ұзын, кішкене щетинасы бар, бір приятный парфюм шығып тұратын, сондай денесі накачанный, сондай біреу болу керек дейді. Негізі ондай қыздар любой жерде жүреді. Пивасы 2-3 теңгелік пивнушкада да бүйтіп қарап отырады. Анандай қымбат ночной клубта да қарап отырады. Олар любой жерден өзінің ханзадасын іздейді. Ондай қиялы қыздар өздерінің қиялдарына шығып, өмірге реальный көзбен қарамаса, олар байсыз қалады. Сондықтан да қиялы қыздардың да баға ашылсын деп бір қол соғып қойды. Сосын пессимист кәрі қыздар болады. Егер сіздер дүкенге кірген кезде бүйтіп порошокты
қашан шыққан, мынаның срок өтіп кетті деп, немене маған үйтіп сөйлеп тұрсыз деп сатушымен сөйлескен қызды көрсеңіз, ол явно пессимист кәрі қыз. Тура жігітке де тура сондай қарайды. Иіскеп көріп, фу, мынау ұнамайды. Мынаның иісі ұнамайды, ананың түрі ұнамайды, ананың ана жері ұнамайды, мынаның мына жері ұнамайды. Егер жігіт шынымен де идеальный болса, ол өзіне өзі ұнамайды. Фу, я его недостоин. Сондықтан да бұндай кәрі қыздар, енді пессимист қыздар обычно ата-анасы таныстырып, ананың баласы жақсы деген сияқты сондай бір пессимист жігітке күйеуге тиеді. Пессимист болмаңыздар, пессимист қыздарға тағы бір қол соқып қойыңыздар. Содан кейін кәрі қыздардың тағы бір түрі, олар қорқақтар болады. Олар бәрінен қорқады. Олар жігіттен қорқады. Фу, чё, мен свиданияға баруға қорқамын, вдруг ол маньяк. Ой, мен сүйісуден қорқам, вдруг ол жуа жақ қойды. Фу, ужас. Мен бала табудан қорқам, мен вообще өмірде мен енемен намысам қайтеді. Вообще барлығына қорқып жүреді де, олар 30-дың аржақ бер жағында бірінші кездескен адамға тиіп кетеді. Негізі ондай қыздардың түрі әдемірек болып келеді де, олар ходовой болады. Сондықтан да ештеңеден қорықпаңыздар, байға тиіп те тыныш жүрген, өлмей жүрген адамдар бар. Қорқақ қыздар үшін де бір болса болады. Ең қорқыныштысы кәрі қыздардың ішінде ешқандай үміт жоқ адам, ол пофигист кәрі қыздар. Оларға пофиг ол. Күйеуге тиді, пофиг тие салады. Тимеді. Кәрі қыз деп айтты, маған пофиг. Ана жігітпен кезіп, пофиг. Өмірдің ұстанымы жоқ қыздар. Негізі, жалпы қорытындылай келген кезде, бұл қыздардың, кәрі қыздардың барлығының басын қосатын бір ғана қасиет, олар жігіттерге деген сенімсіздік. Яғни феминизмнің алғашқы сатысы. Бірақ любой феминизм алғашқы красавчикке дейін. Ендеше феминист болмаңыздар, өмірден өз орындарыңыз табыңыздар. Астана кәрі қыздардың емес, сұлу келіншектердің қаласы атансын деп Астанамыз үшін болсақ.